Құлпынай жемісін көбіне махаббат, сұлулық, жастық жемісі деп атайды. Ал оның не үшін олай аталатынын бәріміз бірдей біле бермейміз. Баршаңызға сәлем, мың бір кеңес арнасында құлпынайдың адам денсаулығына пайдасы туралы керемет кеңеспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Құлпынай жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Бүгінгі таңда бүкіл әлем бойынша жүрек қан тамырлары ауруларынан қайтыс болып жатқан адамдар саны күн санап көбейіп келеді. Егер бұл жемісті өзіңіздің ас мәзіріңізге қосатын болсаңыз, аталмыш аурудың алдын алуға болады. Өйткені оның құрамында холестерин деңгейін төмендететін эллаговалық қышқыл бар. Сонымен қатар құлпынайдағы С дәрумені қан тамырларын қалыпты деңгейде ұстайды. Құлпынай жемісі беттегі пигменттік дақтарды кетіреді. Егер теріңізді ағартып, секпілдер мен пигменттік дақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайдан маска жасаңыз. Алайда әуелі білегіңізге немесе басқа жеріңізге жасап көріңіз. Егер бәрі жақсы болса, бетіңізге сала беріңіз. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұрсаңыз болады. Құлпынайдан жасалған маска безеу мен қабынуға қарсы көмектеседі. Егер теріңізге түрлі бөртпелер шығып мазалайтын болса, онда ойланбастан құлпынайдың түйінінен маска дайындаңыз. Себебі оның құрамында тері аурулары мен белсенді күресетін антиоксиданттар бар. Бұл жеміс кәріліктен де сақтайды. Құлпынайдағы антиоксиданттар бос радикалдарға қарама-қарсы әсер етеді. Сондықтан кәріліктің ауылы алыстайды. Ол үшін түскі тамағыңызды ішіп болғаннан соң 40 минуттан кейін құлпынай жеуіңіз керек. Құлпынай сонымен қатар тісіңізді ағартады. Құлпынайдың құрамындағы С дәрумені тісті сарғаюдан құтқарады. Оны тұтыну арқылы сіз белгілі бір уақыттан кейін тісіңіздің ағарғанына көзіңізді жеткізесіз. Құлпынай көздің көруін жақсартады. Жыл өте келе көзіңіздің көруі де нашарлай түсетіні анық. Осы кезде құлпынайдағы С дәрумені, органикалық қышқылдар, флавоноидтер түрлі көз ауруларына қарсы көмектеседі. Ғалымдардың айтуынша, құлпынайдың жеу нормасы күніне 500 граммнан аспау керек. Ағзаны қоректендіру үшін осы қалып жеткілікті. Басқалай болғанда шек жолдарының құртылуына әкеліп соғуы әбден мүмкін. Жидек иммунитетті нығайтып, адамды авитаминоздан құтқарады. Жүрек қан тамырлар жүйесін қорғайды. Маусымында жеткілікті түрде жеп үлгеріп қалсаңыз, қыста тұмаудан құтыласыз. Құлпынайдың құрамындағы көміртектер қан құрамындағы қантты көтермейтіндіктен, қант диабетіне шалдыққан адамдарға жеуге рұқсат берілген. Жуырда құлпынайдың рак клеткаларының өсуін баяулататындығы анықталды. Сонымен қатар, құлпынайдың құрамындағы мырыш ойлау қабілетін, С дәруменін, ақыл-ойдың сергек болуын ынталандырады. Ал Б дәрумені Альцгеймер ауруына ықпал етуі мүмкін гомоцистеин деңгейін төмендетеді. Құлпынайдың құрамындағы белоктар, талшықтар мен жақсы майлар қанықтылық сезімін тудырады. Тұтынылатын тағамның мөлшерін азайтып, тамақ пен басқалардың арасындағы уақыт аралығын арттырады. Бұл семіздікпен күресетін, аштықты тежейтін әсер. Құрамындағы С дәрумені дененің терінің қаттылығына жауап беретін, коллагенді шығаратын негізгі компоненттердің бірі болып табылады. Құлпынай құрамында С дәрумені бар. Ол иммундық жүйені нығайтып, қорғаныс жасушаларының көбеюіне көмектеседі. Организмнің суық немесе тұмау сияқты инфекцияларға табиғи төзімділігін күшейтетін дәрумен болып табылады.